ежелгі Помпей қаласы туралы дерек. Біздің жыл санағымыз бойынша 79 жылда Италияда Неапольден 25 километр қашықтықта орналасқан Помпей қаласы Везувий жанартауынан атқылаған лава мен күлдердің астында қалып жер бетінен жойылған. Сол замандары римдіктер бұл қаланы демалу, сауығу орталығына айналдырған болатын. Байлық пен салтанаттың соңы арсыздыққа ұласып, ақылға қонымсыз күйге енген бұл жерді көрген ар-ұяты бар адамдар беттерін жауып, көздерін жұматыны сөзсіз еді. Әр түрлі зинақорлық, азғындық әрекеттерін базары жағдайына келтірілген еді. Соңғы уақыттары ақылға да, қиялға да келмейтін, тіпті түсінуге де келмейтін арсыздықтар шырқау шегіне жеткен болатын. 5 шілде күні баршаның азғындық ішінде көңіл көтеріп рахаттанып жатқан сәтінде Везувий жанартауы